Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Қой неден жаралды? Қойдың неден жаралғандығы туралы әңгімелейтін боламыз. Қой шөптен жаратылды. Алла тағала 18 мың ғаламды жаратты. Одан кейін тіршілік ету үшін жан-жануарды жер жүзіне таратты. Осыдан бастап күн жерді алтын арайға бөлеп таң атыпты. Кешке жақын қызарып барып күн батыпты. Барлық мақұлық күндізгі мидың тірліктен шаршап келіп ұйқыға шым батыпты. Ұлы Алланың жаратқан жандыларының ішіндегі зәрлісі шаян екен, өзі айыр-құйрық айыр екен. Адамдар мен жануарларды шағып күн бермепті. Күллі мақұлық оның мейірімі мен достығын бір көрмепті. Айналадағы жандарға жәбір жапасы көп тиіпті. Адамның бәрін шағып өлтіремін деп кек түйіпті. Оның да себебі бар еді. Шаян мен қарақұрт әбілет пен тәбілеттің түкірігінен жаралған соң жер бетіне уын жайып тіршілік жоймақ болды. Адам ата бала-шағасын күзетіп, түні бойы қарақұрт шаянмен алысып шығады екен. Бір күні шыдай алмай жаратқаннан жәрдем сұрады. «Уа Тәңірім, мына шаяндардың әлегінен құтқара көр», деп жалбарынды. Тәңірі тағала шөпті сипа, деді. Адам ата шөпті бісміллә деп сипап еді, Алланың құдіретімен маңырап қой пайда бола кетті. Құдай тағала момын малға ерекше қасиет дарытыпты. Ол қарақұрт пен шаянды қуалап жүріп жейді екен. Олардың уыты қозылардың уызына айналды. Қой жарықтық қарақұртты жеген сайын семіре берді. Содан бастап қарақұрт пен шаян қойдың иісі бар жерге жоламайтын болыпты. Қойдың берекелі болатыны шөптен жаралған қасиетінен екен. Қой жайлы қызықты мәліметтер. Бұл жануарлар біздің заманымызға дейінгі 11 мың 9 мың жылдар аралығында қолға үйретіле бастады. Бұған оның еті мен қалың жүні себеп болды. Бүгінгі таңда қой шаруашылығы бірқатар елдер үшін ең маңызды экономикалық бағыттардың бірі болып саналады. Ғалымдардың пікірінше қойдың ең жақын туысы ежелгі Месопотамияда мекен еткен муфлон жануары. Муфлондарда қуатты мүйіздер болған, олар соның көмегімен жыртқыштардан қорғанған. Бірақ уақыт өте келе керемет мүйіздерінен айырылып қалды. Қой шаруашылығымен айналысу үшін көп қаражат кетіру қажет емес. Олар өте тез өседі. Жас малдарды 7-8 айдан кейін соя беруге болады. Бір мал жылына 2 рет қырқылады. Соның арқасында 10 шақты килограмм жүн табасыз. Бұл малдардан ет, май, сүт, ірімшік, жүн және тері өнімдерін алуға мүмкіндік бар. Ашық кеңістікте өздерін нашар сезініп үрейлене бастайды. Ал айналасында қоршау болғанда бойын еркін ұстайды. Сондықтан отармен өмір сүруге тырысады. Отардың басында ең мықты мүйіздері бар қошқар тұрады. Таңертеңгілік және кешкілік уақытта жайылғанды ұнатады. Бұл малды азықтандыру қиын емес. Олар кез келген өсімдіктерді жей береді. Шөптермен, бұталармен, ағаш жапырақтарымен және жидектермен қоректенеді. Қойлар төзімді және қарапайым жануарлар. Олар озбыр мінезді емес, оңай басқарылады. Бір бақташы мыңдаған қойды бағып жүре алады. Кемшіліктеріне келетін болсақ, бұл малдар жаңа ортаға баяу үйренеді және әдеттерін өзгерту қиын. Олар сезімтал, қатты дыбыстардан шошиды, қараңғы және жабық кеңістіктерден қорқады. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.